Бәріне сәлем достар, бүгінгі сабақта біз иық бұлшықеттерін талдайтын боламыз. Топографиясына байланысты иықтың алдыңғы топ бұлшықеттері және иықтың артқы топ бұлшықеттері деп бөлінеді. Алдыңғы топ бұлшықеттеріне 3 бұлшықетті жатқызамыз. Ол бізде екі басты иықтың бұлшықеті мускулус бицепс бранхи және құстұмсық иық бұлшықеті мускулус каракобранхиалис және иық бұлшықеті мускулус брахиалисті жатқызамыз. Иықтың екі басты бұлшықетінің екі басы болады. Ол қысқа басы капут бреви және ұзын келген басы капут лонгум. Капут лонгум ол жауырынның буын үстілік төмпешігінен басталады және төмен қарай бағытта жүреді. Ал капут бреви ол бізде құстұмсық өсіндісінен басталып төмен қарай бағытта жүреді. Екі басы тоқпан жіліктің төменгі бөлігіне келген кезде, төменгі 3/2 бөлігіне келген кезде бірігіп қарыншаға бірігеді, төмен қарай жүріп, бізде кәрі жіліктің бұдыры сіңіршеге жалғасады, кәрі жіліктің бұдыры тубероситас радиге барып бекиді. Және сіңіршенің медиалды бағытта бағытталған шандырлы табақшасы апоневрозис мускули бицепс бранхи деп аталады. Бұл бұлшықеттің қызметі иық пен шынтақ буынын бүгіп ішке қарай орналастырады. Келесі құстұмсық иық бұлшықеті мускулус каракобранхиалис. Бұл бұлшықет процессус каракоидеустан басталады, төмен қарай криста туберкули минорис, яғни кіші төмпешіктің қырқасынан төмен бағытта орналасады. Бұл бұлшықет иық буынын бүгіп, қолды кеудеге қарай тартып орналастырады. Келесі иық бұлшықеті мускулус брахиалис. Бұл бұлшықет тоқпан жіліктің алдыңғы төменгі 3/2 бөлігі тубероситас дельтоидеден төмен орналасып, сол жерден талшықтары басталады да, төмен қарай бағытта жүріп, тубероситас ульна, яғни шынтақ жіліктің бұдырына барып бекиді. Яғни бұл жерде бұлшықеттер ары қарай бізде сіңіршеге жалғасады және сол сіңірше барып тубероситас ульнаға барып бекиді. Шынтақ жіліктің бұдырына барып бекиді. Бұл бұлшықет шынтақ буынын жалпы бүгуге қатысады. Келесі бұлшықеттер тобы ол иықтың артқы топ бұлшықеттері. Бұл топ бұлшықеттеріне иықтың 3 басты бұлшықеті мускулус трицепс брахи жатады және мускулус анканеус деп аталатын шынтақ бұлшықеті жатады. Иықтың 3 басты бұлшықетінің 3 басы болады. Ол бізде латеральды басы капут латералис, медиальды басы капут медиалис және ұзын басы капут лонгум. Капут латерали мен медиали тоқпан жіліктің артқы қапталынан бастау алады. Ал капут лонгум ол бізде бізде буындық төменгі төмпешігі болады. Туберкулум инфраглиноидея деп аталатын сол жерден бастауын алып, төмен қарай бағытта жүреді. 3 бұлшықет бізде жалпы қарыншаға бірігіп, шынтақ жіліктің өсіндісіне барып бекиді. Олекранонға барып бекиді. Шынтақ буынын жазып, қолды тұлғаға қарай тартып тұрады. Яғни жазу қызметін атқарады. Келесі бұлшықет ол кішірек келген 3 бұрышты пішінді мускулус анканеус деп аталатын шынтақ бұлшықеті. Бұл бұлшықет бізде тоқпан жіліктің латеральды айдаршық үстілігінен басталады да, ана жақтан латеральды айдаршық үстілік эпикондулус латералистен басталып, шынтақ жіліктік өсіндісіне барып, артқы қапталына барып бекиді. Шынтақ буынын жазуға қатысады.